Assalamu alaikum qadırmenді момын мұсылман бауырлар, әлеумет. Алла тағала баршаларыңызға иншалла осындай жемісті күндерді, имани ислами күндерді көруіміз нәсіп етсін иншалла. Бұл дүнияда өмір жасымыз ұзақ болып иншалла, ертең баршамыз осындай күйде Фирдаус жәннатта кездесін нәсіп етсін. Міне осыған ұйытқы болып кеткен осы дүниядағы Шакир Ишан бабамызға да иншалла Алла жәннат берсін иншалла. Фирдаустан орын берсін. Осындай ұстаздарды тәрбиелеп иншалла. Мінеки осындай сіздерге ұйымдастырып атқан. Қазір мен осы жерде бір есіме түсіп тұрған сіздерге бір жақсы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен айтып берсем деп тұрмын. Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір күні ауырып жатқан кезінде Жабраил амин келеді. Сонда, я достым Жабраил, мен мына дүниені о дүниеге тапсырғанда, жер бетіне түсесің ба деп сұрағанда, ей Хабиб, ей Алланың нәбиі, Алланың расулы, Алланың сүйікті құлы болған, сіз кеткеннен кейін естеймін мен, деген мен келемін деді. Бірақ адамдардың ішінен 10 байлықты алып кетем деді. Осы байлық бізден кетіп қалайын деп тұрған кезінде, міне осындай медреселер ашылып, қазір дін қуатталып, қайтып келіп жатыр. Ең бірінші алып кетем деді Жабраил алейхиссалам, берекені алып кетем деді. Береке, қараңыздар, ол берекенің кеткенін қайдан білеміз? Мен сіздерге жалпақ тілмен түсіндіріп берейін. Мына уақытысында кеңестің дәуірінде біздің апаларымыз қонақ шақыратын болса, бейшаралар қонақ жай еді сондай. Үйге бір қонақ келсе 40 береке алып келеді. Біреуін жеп 39-ын сол үйге қалдырып кетеді деді пайғамбарымыз саллаллаху. Қараңыздар, сонда сандықта конфет сақтап отыратын. Ол конфет алып біреудің басын ұрсаң, жарып қойып алады, тас болып қалады сонша. Сондай қонақ жайымыз, сонда біздің апаларымыз кісі келгенде қоям деп, кісі келгенде қоятын. Сол өзіміздің басымыздан өтті. Дефицит деген уақыт еді. Сонда дастарханға жай келіп, апа бір конфет бер десең, біреуін беріп қояды. Соны қандай берекемен жейтін едік. Мен бір күні баламды сынадым. Ғибрат алайын деп баламды сынап, алдыма бәрін қойдым алдына. Балам, мынада жемейсің мына конфеттен демем, балам бүйтіп ақтарыпты. Әке мынаның ішінде сникерс жоқ екен ғой деді. Қараңыздар, міне берекені өстіп кетіп атқан біле береміз, бірақ адамға білінбейді бұл. Екінші келемін, адамнан адамға деген мейірбандықты алып кетемін деді. Мейірбандық қалмайды деді. Қазір үлкен ба, кішім ба, ол намаз оқимын дейді, бірақ үлкенге орын бермейді. Ол балақ кесумен, сақалды жалбыратумен сенің имандылығың білінбейді. Имандылық жүректе, имандылық кішіпейілдікте, ақсақалдарды құрмет қылуда. 4 сақалды қой балақты кестізді ойын білінбейді сенің имандылығың. Осыны ұмытпауымыз керек. Адамнан адамға деген мейірім кетеді деді. Қараңыздар, мейірімнің кеткенін қайдан білеміз? Бұрынғы ақсақалдар жай бакысын шығарып, құлағыңды кесем деп ойнап айтса, біз жоқ болатын ек сол жерден. Дастарханы, қазіргі бала құлағын кесем деш, өзіңдікін кесем дейді ол. Мұны өзіңдікін кесем, бұл да кетіп жатыр. Қараңыз, үшінші келемін деді. Ағайынның ішінен ынтымақ кетіп қалады деді. Ынтымақ қалмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні намазда тұрғанда ерекше жылады, субханалла. Артында тұрған сахабалар, я Расулулла саллаллаху алейхи уассалам, бүгінгі жылауыңыз ерекше ғой. Неге сонша ерекше жыладыңыз деп еді. Менің үмметім аш қалады, жалаңаш қалады, үйсіз күйсіз қалады, басқа дінге өтіп кетеді деп жылап тұрған жоқпын деді. Үмметімнің ішінде туған ағайындар болады деді. Бір әке бір шешеден шыққан мына жалған дүниеде сасық байлық үшін бір-бірінің бетін көрмей кетемін жылап тұрмын деді. Міне ол да келді ағайындар. Бір-бірін атып атқан ағайындар бар. Дүние үшін Құдай сақтасын. Бұқ дүние қалады. Ағайындар, дүниені жисаң дағы құшақ қалып, ажал тұрар алдыңда тұзақ салып. Өлер болсаң ағайын бауырларың, тастайды көрге көміп, үшақ болып. Қараңыз, кеттің болды, не қалды? Қараңыз, ұрынба дүние жиып жаманатқа, өлмейтұғын адам бар ма жамағатта? Кеудеңдегі шыбын жан, аманат қой, әкеңнің құны бар ма аманатта дейді. Қараңыз, бұл аманат ертең сұралады. Мұнаның бәріне жауап береміз. Міне осы жердегі балдар ертең бисмиллахир-рахманир-рахим деп жауап береді. Әлхамдулилла. Ал енді аузында бисмилlah жоқ есін айтып береді. Bir күні қалш етіп біреу отыр. Ал біз мемлекетті аралап келдім болды екен. Мен академик профессормын дейді. Калиманы білесіз ба десем, калима деген не ол дейді. Оның академик түпай құрсыз, ол калимасын білмеген. Қандай академик ол? Калимасын білмеген. Сондықтан ағайдар, міне үшінші келемін, адамнан туысқандық ынтымақ кетеді. Төртінші келемін, әйелдерден ұят кетеді деді, ұят қалмайды деді.
Инна мин ахлин нари нисаун, тозаққа кіретін әйелдер саны көп болады деді. Сонда бір әйел, я Расулалла, неге әйелдерді айта бересіз дегенде, ариятун касиятун деді. Киінген жалаңаштар деді. Киінген жалаңаш, қараңыздар. Сондықтан біз қыздарымызға, қызға 40 үйден тыйым деді қазақ. Қайта шапқан жаудан қайтып келген қыз жаман дейді қазақ. Қараңыз, біздің қызымыз екінің бір звондап, мама мен үйге келе жатырмын. Сондай болып кетті ғой қазір. Еңліктеріміз етегін ашты, қыз жібектеріміз қыздығын ерте ұрлатты, тамиристеріміз түнгі клубта түн қатты, ләйлімдеріміз ләйліп кетті қазір. Міне бұл да келіп жатыр ағайын. Осыған сақ болайық. Төртінші әйелдерден ұят. Екінші топ әйелдер майлатун мумилатун деп тозаққа кіретін. Өзін басқа еркекке қаратқандар, өздері қарағандар, күйеуінің тауып келген жалақысын қанағатсыз баған әйелдер деді. Қараңыз, біздің қатындарымыз басқа қарамақ тұрма, барып келіп бетін сүйетті. Анау кім десең, жолдас жігітім ой дейді. Сені қай жерің еркек, қатыныңды бөтен еркек сүйіп атса. Бұны арабтарда дахиус дейді, доңызбен тең дейді. Міне төртінші әйелдерден ұят кетеді деді. Бесінші келемін деді, байлардан жомарттық кетеді деді. Жомарттық қалмайды деді. Құнанбай бабамыз, мен алысқа бармай-ақ қояйын, өзінің ауылын асыраған бай еді. О, Меккеден такия салғызған еді сол бабамыз. Қараңыздар, қазір ондай байлар бар шығар, бірақ аз ағайындар. Пайғамбарымыз сойсам хадисінде айтқан екен, қиямет жақындағанда зекетті барып сұрап тартып алатын болады деген. Құдай сақтасын. Оны айтпаса бермейді да. Міне қараңыздар. Субханалла, осы жерде қаншама бала оқып жатыр. Алла разы болсын, көп бауырларымыз қазір түсінді. Келе жатыр осының бәрі. Осыны айта берсек келеміз. Бесінші байлардан жомарттық кетеді. Не қылады ол бұндай ислами мәулітті тойлап? Ол одан да жын ойнақ қылмай ма? 10 ресторан түседі жын ойнақ, бір мешіт түспейді бірақ. Қараңызда, сондықтан біз ат салсайық ағайындар. Жалғыз имамдар емес, жалғыз османовтар, ишан әулет емес. Біз сіз болып салсақ, иншалла жұмыла көтерген жүк жеңіл көтерілеміз иншалла. Алтыншы келемін, кедейлерден қанағат кетеді деді. Қанағат қалмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху мешітте отырғанда бір кедей келді. Я Расулалла, бірдеңе берші деп еді. Расулалла саллаллаху бір кепкен құрманы берді. Сонда әлгі құрманы алып, әлгі кедей, «Ей, мен ақыр заман пайғамбардан сұрап келгенде бергенің мынау ма?» деп құрманы лақты жіберді. Әттең деді, мынау қанағатсыз болды ғой деді. Мынаны көретін жер ауыр жер болды ғой. Артынша бір кедей келіп сұрап еді. Пайғамбарымыз саллаллаху оған да бір құрма берді. Көзінен бұлақ жас ағып, еңкілдеп жылады. Я Раббым Алла, ақыр заман пайғамбарының қолына маған бір құрманы нәсіп еткен. Саған сансыз мақтаулар болсын деп жылады. Мынау бай болады деді. Мынау хайыры бар, зекеті бар. Бұл дүниені қолына ұстайтын бай болады деді. Міне ағайындар, міне кедейлерден қанағат. Оны мен сіздерге айтып берейін. Мынау Берке ауданының бас имамы 14 жасынан имам болған менің ұстазым сол айтып берді. Ауданда пітір садақадан ақша түсті деді. Сонда мешітте списки барады деді. Списки, кедейлердің спискісі деді. Сол кедейлерге ұн тараттық деді, тегін. Сонда 1 килограмм ұн қасар болып отқан кедейдің айтқан сөзі деді. Қаптың анау қағазын қағып этикеткасын. Мыналарың бірінші сорт қой, высший сорт әкелмейсіздер ме деп айтты деді. Міне кедейлерден қанағат кетеді деді ағайындар. Қараңыздар, бұны мен не үшін айтып отырмын ағайындар? Алла сақтасын, біз құрбан айтта Алматыда бөліп тастайды. Мына Апалеш ауданын, өзінің ауданын кемістерге берсін, кемтарларға, міскіндерге ет берсін дейді. Ет келеді тонна, сонда очередте тұрады. Сонда біреуге санның ет түсіп қалады, біреуге қабырға түсіп қалады, біреуге мойын түсіп қалады. Сонда 1 килограмм етте зар болып келген аналарды көрген кезде жағамыз ұстаймыз. Оңбаған дейді анау мешіттің қызметкеріне. Сен анаған санын бересің да, маған тегі мойнын бересің дейді ғой. Міне ағайындар. Сондықтан ағайындар, 5-ші, 6-ші кедейлерден қанағат, 7-ші келемін әлімдардан тақуа кетеді деді. Ғалымдарда білім қалмайды деді. Қазір екінің бірі ғалым болып кеткен. Сақалды қояды, балақты кеседі, я болмаса сүннет көйлек киіп алады, бітті пәтуаны бере береді. Анауда харам, анауда бидғат. Міне пәтуаны беретін кісілер енді шығып жатыр. Міне Сансызбай ұстаз, алхамдулилля, Абсаттар ұстаздарымыз жер-жерге барып қазір пәтуа бергеннің арқасында біздің дініміз түзеліп жатыр. Алхамдулилля. 7-ші келемін ғалымдардан тақуа кетеді деді. 8-ші келемін деді, басшылардан әділдік кетеді деді. Әділдік қалмайды деді. Басшылардан әділдік кетеді деді. Қараңыздар ағайындар, кетіп жатыр ол әділдікте.
9-шы келемін Құран кетеді, Құран деді. Құранды құрмет қылмай жатыр қазір мешіттерде. Құран оқылады, бірақ ол тұрып кетеді орнынан. Алла сақтасын. Құран оқылып жатыр, дұға қылып жатыр. Бір кеше Жансызбай ұстазымыз жақсы айтты бізге. Жансызбай ұстаз өте керемет айтты. Бұрынғы уақытта деді, Мүлк сүресін деді. Құптаннан кейін таң намазы Ясин сүресін оқымай біздің қариялар тұрмайды деді. Қазір Құран оқылады, талтайып, дұға қылмайды, бидағат дейді, ол тұрып кетіп қалады, Алла сақтасын. Міне ағайындар, 9-шы Құран кетеді деді. Мен өзім көрдім, Жезқазғанда істеп жүргенімде бір адвокат сымақ мынау кілемге Құранды тастап, жатып алып газет оқығандай оқып жатыр. Ұстазымыз келіп, не істеп жатсыз десе, Құран оқып жатыр дейді. Адам деді, бұлай оқымайды ғой Құранды деді. Бұл Алланың сөзі ғой десе, дәлелің бар ма дейді. Бұған дәлел керек жоқ деді. Ақыл ойы, парасаты кем мақлұққа деді, дәлел керек жоқ деді. Бұл Алланың сөзі. Сенің атаң мұны кілемнің үстіне жоғарыда ұстаған, арабша жазу көрсе көтеріп қоятын болған. Бұл Құран шығар деп. Сен Құранды да құрмет қылмайды, сен қандай адамсың деді. Қараңыз, бір күні мен тастақта отырсам, біреу мына жерге әуретіне қойып қойыпты Құранды. Әуретіне келіп, бауырым, не істеп жатсың, мына Құран ғой десем, бүйтіп көтерді. Мен кетіп бара жатқам, жаңадан келем. Қолын шашайды, мынау кім өзі дейді маған. Мен бұрылып кіріп, мен жаман сөз айттым ма бауырым десем, көтердік қой не деп маған міндет қылады да. Ақымақ дедім, бұл Алланың сөзі. Жақында болған оқиға, талтайып тұрып, Құран оқып отырып та тұрды да, ортаға қойды мына жерге Құранды. Бір тепті дейді былай. Имам айтып отыр, ары қарай итеріп жіберді дейді Құранды. Сөйтіп намаз оқып жатыр дейді. Мешат етті Құранда болған, бүйтіп итеріп жіберді дейді. Алла сақтасын ағайындар. Құран кетеді, 10-шы келемін, иман кетеді. Сонымен қияметті күтіңіздер деді. Алла тағала бізге Құранды сый қылып берді ағайындар. Біз қайтадан жаңарып жатырмыз, әлхамдулилля. Иманымыз күшейіп жатыр иншалла. Осыған берік болсақ, алдыңғы 8-інің барлығы бізде болады иншалла. Бүгін міне осы той ұйымдастырып жатқан Абжаппар аға, иншалла, Абсаттар аға, Абдығаппар аға, сіздерге Алла разы болсын. Келсек бір марқайып қуанып қайтамыз. Енді сол марқұм Садуа Қасқаридың құдасы да марқұм болып кетті. Сол бейшара осында наурыз айының басында келгенде көзіне жас алып, мен көріп келдім деді. Міне тақуа жерді мен көріп келдім. Бәке деді, қажеке біздің жүргеніміз далбаса екен. Міне тақуа жерлер, мен сол жаққа кетем ау деді. Сөйтіп кетіп етті бейшара. Енді Алла тағаланың баршаларыңызға разылығы болсын. Әуез қойып тыңдағандарыңызға Алланың нұры жаусын. Егеменді еліміздің байрағы күллі дүниеде жалбырасын иншалла. Елімізді басқарып отқан елбасының өмір жасы ұзақ болсын. Елімізді иман, исламмен азиз қылып басқару нәсіп етсін иншалла. Ел басында, дін басында жүрген қайраткерлерге Алла хидаят берсін. Жасасын қазақ елі, жасасын Қазақстан иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.